Барлықтарыңызға сәлем. Айранға тартылған ет, яғни фаршты қосып, осылай котлет пісіріп көргенсіздер ма? Бұл енді сіздер көрмеген ерекше жаңа рецепт болмақ. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Өте керемет қараңыздар, осындай аралары тесік-тесік болып, жеңіл болып, дәмді котлет болып шығады. Ең алдымен рецепті бастамас бұрын каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ыдысқа ең алдымен газға 50 мл майды құямызда, оған 2 штук ақ пияздан майдалап турап, сары түске енгенге дейін жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болған соң, енді осыған 300 грамдай тартылған ет фаршты қосамыз. Жақсылап араластырып отырып, енді осыны фаршыда пісіріп аламыз. Байқасаңыздар, пияз қатты қып-қызыл қуырылған жоқ. Фаршпен қосып тағы да піседі. Сол үшін байқап, қарап пісіріп алыңыздар. Мінекей, фаршыда бір 2-3 минуттай араластырып отырып пісіріп аламыз. Енді осыны үлкенде ыдысқа салып суытуға қоямыз, арасын ашып. Сосын үлкен ыдысымызға 300 грамм айранды қосамыз. Бір шай қасықта тұз, бір ас қасықта шекер, сосын бір жұмыртқа қосамыз. Енді осыны жақсылап бір араластырып, тұз бен шекерді ертіп аламыз да. Сосын бұған ұн қосамыз. Екі 250 грамдай ұн қостым. Қазір қоюлығын көрсетемін. Сосын оған бір шай қасықта разыхнитель, яғни қопсытқышты қосып жібереміз. Басында осылай қою қамыр секілді көрінгенімен, қазір жақсылап бір 5-10 минуттай жақсылап араластырған соң, бір қалыпты йогурт секілді қоюлықта болады. Мінекей, қараңыздар, осындай болып шықты. Енді осыған бағана пісіріп алған пияз бен фаршты қосамыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка және де көк пияз қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап майдалап турайсыздар да, оған қара бұрыш, тұз қосып, дәміне қарай барлығын реттеп, жақсылап араластырып аласыздар. Міне осындай масса пайда болуы қажет. Қараңыздар қоюлығын. Мінекей. Енді осыны қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Бұл котлеттің дәмі ерекше болып шығады. Енді жеңіл әрі бір тойымды, ерекше дәмді котлеттердің бірі. Бізге өте қатты ұнады. Кез келген тағамдармен немесе кез келген кезде балапандарыңызға пісіріп берсеңіздер, өте керемет дәмі. Котлет емес, тіске басар ретінде біз бұны дайындадық. Енді құрамында ұн болғандықтан кәдімгі беляши, пирожки секілді етіп отырып шаймен ішсеңіздер өте керемет. Сіздерде бір жасап көріңіздер. Егер рецепт сіздерге қызықты әрі пайдалы болса, достарыңызбен ары қарай бөлісе отырыңыздар. Менің каналымды даму үшін лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Міне осылай екі бетін қызартып пісіріп аласыздар. Біздің котлеттеріміз осылай болып дайын болып шықты. Көп уақытты алмайды, өте жылдам әрі оңай. Осындай тіске басар дайындап көріңіздер. Мінекей. Дәмі деген керемет енді. Иісі де бір ерекше, рецепті бір ерекше ас болсын.